Бағдарламаны көрер алдында Жеңіс шоу YouTube каналына қосылыңыздар. Демеушісі емдеу сауықтыру кешені Оқжетпес Алматы филиалы. Достар, бүгін біз концерттің сыртындағы артистердің өмірі, бүгінгі күні қандай жетістіктері бар, және де танымал болып, және сол танымалдық деңгейде қалу үшін қандай еңбектену керек. Сол туралы әңгіме айтамыз. Жастардың бәрі әнші болғысы келеді да, сондай тенденция кетіп қалды. Мынандай бір қызық болды, бір күні бір 9-шы класс оқитын қыздан сұрадым да, кім болғың келеді? Кім болғың келеді? Қандай мамандықты таңдадың десем, сіз сияқты әнші болғым келеді дейді. Саған оңай ма ол дедім. Ну, сол өлең айтқым келеді дейді. Сонда олар ойлайды, ән айту оп-оңай деп. Осы 40 жылғы еңбегіңіздің жолында кіші жеңістер мен үлкен жеңістері, және де сіз сияқты халық артисі болу үшін қанша қыруар еңбек керек екенін, оқу керек екені туралы біздің жас әншілерге айтып берсеңіз. Жалпы әртіс болам деген адам бала кезден мақсат қою керек. Мен әртіс болу үшін не істеймін? Мен білім алам, мен музыка оқимын, мен институтқа түсем, мен консерваторияға түсем, мен жоғарғы білімді нағыз маман болам. Жұлдыз болам деп емес, маман болам деп, кәсіби маман болам деп мақсат қою керек. Сондағы, мысалы, қазіргі сахнаға шығып жүрген көптеген әншілеріміздің білімдері бар, мәдениеттері бар, мектебі бар, оның бірден ол көрініп тұрады. Үлкен кәсіби жұлдыздардан ол үйренеді. Мен мысалы көп сондай жұлдыздардан үйреніп тәрбие алдым. Мен шынында да радиодан кешке дейін соларды тыңдайтынмын, телевизордан, магнитофоннан. Мен солардың әндерінің барлығын өзім айтқым келетін. Музыка ұнағандықтан. Көрдің бе? Ол мәселе мен өзімді көрсету емес, ана музыканы мен орындағым келеді. Осы деңгейде орындағым келеді. Иә, іздену керек. Еліктеушілік арқылы барлығымыз өскенбіз. Сондықтан әрине талантпен қоса міндетті түрде кәсіби білім керек. Оқыған адамның сахнадағы сөзі, жүріс-тұрысы, оның музыкалық талғамы мүлдем басқа. Сіздің жоғарғы деңгейде әрдайым қалуыңыздың себебі, әрдайым өзіңізге сын көзбен қарап, әрқашан талпыну, іздену. Әрбір сахнаға шыққан сайын, әрбір әніңе жауапты, әрбір қозғалысыңа, әрбір сахнада айтқан сөзіңе, әрбір таңдап алған музыкаңның деңгейіне сен жауаптысың. Мысалы, егер де жеңіл-желпі бір музыканы таңдап алып қалсаң, тіпті халық айтады, мына кісі ересек әнші, немене мынандай нәрсені айтып тұр деп тіпті таңғалады. Көрдің бе? Қазір бар ғой, келсеңіздер, қазірше андай бір жеңіл сөз, жеңіл ән, осы тек жеңіл болса, тез есте қалады. Чип болса, тез есте қалады. Білмеймін, біздің қазақ соны жақсы көреді, білмейміз. Чип-чиптің қандай қатысы бар біздің қазақтың жалпы тілінде? Сосын тез, мен айтамын да, тез айтылған дүние, тез шыққан дүние, ол тез ұмытылады. Тез ұмытылады. Мысалы, сіздің атамекеніңізді мен соны 4-5 сыныптан білемін. 83 жылдан бері. Ол әлгінде дейін мысалы атамекен. Иә. Егер де ол жеңіл ән болатын болса, иә, ол жеңіл желпі есте қалатын болса, сол кезде қалып кетеді. Оқу керек қой жастарға. Жоқ, әрине оқу керек. Оқыған сайын адамның ақылы тола береді, ол өзінің талғамында өседі. Өзіне сын көзбен қарайды. Оқыған адам айтады, мен не істеп жүрмін, мынауым не? Ал енді ол оқымаса, ол қайсының дұрыс, қайсының бұрыс екенін білмейді ол. Сосын қазір сіз өзіңіз жас музыканттардың деңгейіндесіз ғой. Жақсы музыканттар бар ғой бізде. Иә. Иә. Тіпті өзіңіздің ұлыңыздың өзіне. Иә. Сіз балаңызбен жаңағы жас толқын, деңгейі жоғары музыкант, білімді музыкант ретінде ақылдасатын кездер бола ма?
Репертуар жағынан ол маған ешқандай сөз айта алмайды әрине, себебі менің бағдарламам, репертуарым ол Қазақстан композиторларының, совет композиторларының, кәсіби композиторлардың әндері. Ал біздің жастардың қазіргі еліктейтін стильдері ол мүлдем ол классикалық музыкаға, не болмаса кәсіби музыкаға жатпайды. Қазақ Иә, олар деген бір кей-поп деген шықты, R&B бірдеңе деген шықты. Ол мынау дәстүрлі, традиционный музыкальный дейді ғой, образование, музыкальный вообще направление, уровень дейді ғой, оған жатпайды. Олардікі бір жастардың бір өзінің бір ерекше бір модысы бар, стилі бар. Көрдің бе? Бірақ оны сіз қолдайсыз ба, тыңдайсыз ба, және де олар жас қой. Жоқ, оның барлығын қолдамаймын, барлығын тыңдамаймын да. Егер де соның ішінде әдемі музыка болса, сонымен қолдаймын. Ал қазір бізде не көп жастарда әртүрлі жаңағы стильде орындап жатқан музыка ғой. Қызық емес музыканы мен 1-2 тактыдан кейін өшіріп қоямын. Әнді де солай. Тыңдамаймын, оған мен уақыт жібергім келмейді вақытымды. Жас әншілерге мынау дұрыс емес, сен былай айт деп айту дұрыс па, дұрыс емес па? Жас әншілердің көбі қазіргі кездерде еліктеулік. Вот еліктеушілік мен солай жасауым керек болды. Ол еліктеулік емес, сенің жүрегіңнен шығу керек қой. Ал андай біреуге подражать етіп бүйтіп жасаған дүние, ол өзіне де түсініксіз, елге де түсініксіз, ол әнші елге онша көп танылмай да қалады. Ел де түсінбейді оны. Я и есть тот самый легендарный Понти Журабеков. Это я здесь бренд. Органика деген бар бізде. Профессиональное перевоплощение в образ деген бар. Мысалы айтайықшы. Кез келген әнді мысалы. Көз алдыңа елестетіп, сен сол табиғатта, сол температурада, сол желдің астында, сол жаңбырдың астында тұруың керек. Көрдің? Мысалы. Қараңғы түн, екеумізде бір шырақтан келе жаттық нұр сұрап. Мен бірден қараңғы түннің ішінде бір шырақтың астында екеуміз тұрмыз. Ал жастар қалай айтады? Қараңғы түн, екеумізде бір шырақ. Шынында да солай ғой. Какой-то представленческая школа. Неправильная школа. Жоқ, бұл жерде ол сіз бір романтичный ғой. Ана Мұқағали Мақатаевтың мен нағыз махаббатты армандаймын. Мен оны жоғалтып алғандаймын. Шын құстар арасынан аққуымды таба алмаған сормандаймын деген сөзді. Мен нағыз махаббатты армандаймын. Мен оны жоғалтып алғандаймын деп секіріп билеп жүрді. Сол топқа баласына айтамын да, балалар осы әнді таңдағанда сендер не ұқтыңдар? Мынау нағыз мен сормандаймын, бақытсызбын деп тұрса, сендер еще бір күшті потанцовка қойып өздері соған секіріп тұр. Мен сормандаймын. Бәрі бүйтіп секіреді, әдемі секіріп, клип түсіріп тастапты. Мен нағыз махаббатты армандаймын, оны мен жоғалтып та алғандаймын. Ақ қыздар арасынан аққуымды ажырата білмеген сормандаймын. Сіз айтқандай, қараңғы түн туралы айтып тұр ма, сорлылық туралы айтып тұр ма, білмейді. Менің екінші бақытым, әрине менің күйеуім дирижер ғой. Сондықтан үлкен оркестрмен бірден есеп беру концертін бергем. Сондықтан үлкен тәжірибе ол. Концертке дайындалу, репертуар жинау, оркестрмен жұмыс істеу. Да, Дариға. Қызау, мен интервью беріп атырым, сен қайта звондап, мен телевидениyaның камераның алдында тұрмын. Болды, успокойся. Все, давай, дорогая, давай. Айтпа деп қоймайды да. Оркестрмен жұмыс істеу, конкурсқа қатысу. Біздің кезімізде фонограммамен конкурсқа қатыспайтын, біздің кезімізде оркестрмен жұмыс істейтін. Шетелдің оркестрмен келесің, шетелдің дирижері. Ол тіліңді түсінбейді. Аны жақта қанша өшіртте, кезекте әншілер тұр, шетелдің. Саған осы сағат 1-де келесіз, Роза Рымбаева, СССР, Советика. 1-де 15-те репетицияңыз бітеді дейді. Сонда 2 рет қайта
Қайталап үлгересің Оркестр әніңді солай оркестрменен. Білді. Следующий час 15 другой певец уже ждет, другая страна. Да. Сондықтан сен соларды тыңдап отырып ақ уже көп тәжірибе аласың. Мысалы мен Кубада конкурсқа қатысқанымда 15 елдің әншісі қатысқан кезде менің переводчигім айтқан: Роза, если ты на конкурсе вот так же споешь, там еще одно слово мне он подправил, на испанском языке пели, ты выиграешь, деді. Потому что он всех прослушал. Я всех тоже прослушивала. Но иногда бывает публика дура. Иногда публика любит чип-чип. Соны таңдап алады ғой сол әншіні кейде. Но здесь, конечно, музыка победила. Сондықтан көп тәжірибе аласың конкурсқа қатысқаннан, оркестрмен жұмыс істегеніңнен. Даже басқа бір әншінің репетициясына барып, дайындығында барып тыңдап отырсаң, сен одан көп нәрсе аласың. Әрине. Көп тәрбие аласың. Кейбір репертуарын оның алып орындағың келеді. Можно я после тебя спою деп келгендер бар, мысалы. Можно я вашу партитуру возьму деп, мысалы. Сен де біреудің әніне қызығасың. Сіз жыл сайын өткізетін көктем шақырады деген концертіңіз бар ғой. Иә. Соны сағынамыз біз. Мен кейінгі жылы 60 жылдығымды атап өттім. Содан кейін енді қазір міне бір жыл өтті. Биылғы жылы концерт бермеген себебім, биыл менің ұлым Әли бірінші рет өзінің концертін берді. Сондықтан мен Әлимен жағаласпайын дедім. Өздеріңіз білесіз, кез келген үлкен оркестрменен үлкен шоу көрсету, ол үлкен қаржы. Сондықтан биылғы қаржыны Әлиге бердім. Әлиге көмектестім. Әли өзінің Астанада үлкен концертін берді. Ал енді ендігі жылы бұйырса көреміз. Себебі ол барлығы бір жағынан қаржыға да байланысты. Содан кейін 45 жылдығым келе жатыр сахнада. Соны жылда жыл тыңдамай, сол 45 жылдық есеп беруді бірақ берсем бе деген ойым бар. Бір жылдан кейін. Сондықтан 45 жылдығымда берсем деген ойым бар. Одан кейін екінші ұлым Мәди бар. Мысалы, биыл Әли өзінің есеп беру концертін берді, клиптарын шығарып жатыр. Ендігі жылы сол Мәдидің шығармашылығын көрсетсем бе деген ойым бар. Яғни қазір енді Алла бұйыртса, сол екі балаңызды алып. Қазіргі менің ойым, көңілім екі баламның шығармашылығы. Ол балалар толықтай құқы бар сахнада жүруге. 6 жасынан бастап фортепианода оқыды 12 жыл. Екеуі де 5-ке бітірді қызыл дипломға фортепианоны. Екеуі Әли өнер академиясын бітірді, магистратураны бітірді. Енді докторантураға түсіп жатырмын. Ал Мәди фортепианоны 5-ке бітіріп, біздің жаңа академияға түсіп оқып, бір жағынан шығармашылығымен айланысып жатыр. Мәдименен бір хип-хоп айтып шықсаң ғой. Мәди мен Әли маған музыка жазғанда қатты қиналады. Себебі олардың өздерінің направлениясы дейді ғой, өзіңіз білесіз. Басқа музыкада мамаға келгенде ол классикаға отыру керек. Фортепиано, жаңағы симфонический оркестр болу керек. Сондықтан қиналып жазады. Қиналып жазғанда жазалмаудан емес, ойынан шығам ба, талғамынан шығам ба, мамамның ғана емес, көрерменнің талғамынан шығам ба деп. Мамама жараса ма? Деп көп ойланып жазады. Мысалы, бүгінгі концертте Әлидің мен сенеймін мен деген әнімен жаңа концертті бітірдім. Роза Рымбаева қандай мама? Былай айтқанда, балалармен мен бір деңгейде сөйлесем. Музыка туралы, жүріс-тұрысы туралы біз бір деңгейде сөйлесеміз. Егер де мен дұрыс болмай жатқан жерін көрсем, ол міндетті түрде айтам. Мен үлкен кісімін ғой. Олар сыйлайды, тыңдайды. Үлкен сыйлайды, ананы сыйлайды. Енді анасынан басқа кімді сыйлайды? Сондықтан Құдайға шүкір, менің балаларым тәрбиелі балалар. Бұлай енді бір керемет бір мінез көрсетіп, екі алып, сабаққа барма, ондай болған емес. Менің екі балам да 5-ке оқыған мектепті. Каникулда жаңағы шалтай-балтай жүрген емес, себебі жазда да олар экзамен тапсырады. Олардың летний программалары болады. Олар жаз бойы фортепианосы сол. Бұл пианист болу дегеніңіз ең қиын мамандық қой, өздеріңіз білесіздер. Оны 5-ке оқу. Екеуі де пианист, екеуі де 5-ке оқыған, ол өте қиын нәрсе. Ол 5-ке оқыған себебі Әли 5-ке оқып шыққаннан кейін барлығы Мәдиге айтады: "Вот Әли у нас он так учился" деп намысына тиіп. Сөйтіп Мәди де барлығын 5-ке оқып шықты. Қарап отырсам қазір
екі баланың да жастық шағын алып қойыпсыз ғой қызал. Иә, музыкант балалардың барлығының жастық шағы жоқ. Олар сентябрьде мектепке барады ғой. Сол кезде уже сентябрьде олардың летний программасының экзамені басталады. Иә, кәсіби музыканттар, олар кәсіби мектепте оқыды ғой. Егер жаз бойы 3 ай бойы инструментті ойнамаса, саусақтары қатып кетеді. Қатып кетеді. Сондықтан скрипачтар да, пианисттер де, кез келген музыкант, мынау консерваторияға дайындалып жатқан музыкант, ол жаз бойы ана қолы күнде формада тұру керек. Сондықтан оларға жаздық программа береді. Оны сентябрьдегі оны осыдан имтиханды кейін тапсырып. елдер ойлансын да, музыкант болу оңай ма? Мінекей, сондықтан да менің мақсатым, менің жалпы біздің бағдарламамыздың мақсаты адам өміріндегі жалпы мына шығармашылықтағы кедергілерді қалай жеңіп өту. Мысалы, қанша қыруар еңбегі бар. Конкурсқа қатысудың өзі. Онда Ізденбесең қанша болмайды. волнение да ол кезде. Ізденбесең, оқымасаң, үйренбесең ештеңе болмайды. Кез келген мамандықта солай. Кез келген мамандықта я буду лучшим специалистом деп мақсат қою керек. Я лучшим врачом буду. Я лучшим инженером буду деген мақсат қою керек. То же самое, я буду лучшим артистом. У меня будет самая лучшая песня деп хотя бы армандау керек қой. У меня будет самая лучшая музыка. Мынандай кез болды ма сізде? Қатты бір көңіліңіз қалған кез болды ма? Өзімнен көңілім қалған кездер көп болды. Көбінесе көңілімнен шықпады, даусым дұрыс болмады, кейде ауырып тұрып шығасың сахнаға, кейде қатты шаршап, концерттің алдында қатты шаршап, утомление дейді ғой, концерттің ұйымдастырудың өзің білесің ғой, даусың отырып шығады. Әрине ондай кезде тіпті қатты жүрегім ауырады, себебі өзімнің көңілімнен шықпаған дүниелер көп болды. Оны халық білмейді. Осы жерде мен сізге айтатыным, бұл тағы да сіздің кәсібилігіңіз. Көңілден шықпайтын кездер көп. Нағыз әртіс еш уақытта өзіне жоғары баға бермейді. Көңілі толмау керек өзіне. Әрине. Әттеген-ай, мына жер деп ана тыңдап отырасың да, ана минустарыңды көріп отырасың ғой. Мен білем сіздің балаларыңызды. Өте тәртіпті, өте мәдениетті, аңқау. Кей кезде ойлайсың, осы балалар дұрыс тәрбиелемеппін, оларды кішкене бұзықтау қылып тәрбиелеуім керек еді деген ой болмай ма? Мен ойлаймын, менің балаларым осы тазалығыменен халыққа ұнап жүр. Осы тазалығыменен өмір сүрген адамды бәрібір сыйлайды. Әрине оңай емес бұндай адамдарға. Өзім асырайым. Өзім ары қарай сүйрелеймін. Өзім ары қарай жеткізем. Өзім тірі болайын. Осы тазалығымен жүре берсін. Себебі бізде, өзің білесің, өте көп қаржы табатын әртістер бар. Тойдың форматындағы әртістер көп қаржы табады. Оларды менің балаларыммен мүлдем салыстыруға болмайды. Мен оларға қызғанбаймын. Бағы жанып тұрма, таба берсін. Менің балаларым ондай керемет бір миллиондап ақша тауып жатыр деп ойламаймын, себебі олар кәсіби музыканттар. Мен әрқашанда қасындамын. Мама, клипке осыншама қаржы керек, мен дайынмын. Мама, маған мынандай костюм тігу керек, мен дайынмын. Осы кәсіби жолыңмен жүре бер балам деймін. Болды. 100-ге келсем де олар менің 2 балам дейсіз ғой. Олар маған бәрібір бала. Қаржы жағынан мен әрқашанда оларды асыраймын. Бала шағасын да асыраймын, бәрін асыраймын. Аллах тағала соған жеткізсін. Күш-қуат берсін, денсаулық берсін. Мысалы енді кез келген ана өмірінің аяғына дейін балаларын арнайды ғой, өмірін. Денсаулығын, қаржысын, бәрін балалар үшін істейді. Бүгін қыз ұйықтамапты. Қаяқтан келдіңіз вообще сіз бүгін? Түрк сой деген үлкен бір қоғам бар. Халықаралық түрік тілдес елдердің үлкен фестивалі болды. Мен содан келіп отырмын. Сонда сахнадан шыққаннан кейін жаңағы елдің президенті мен жоғарыға шайға шақырып, маған мынандай сөздер айтты. Реки, біз сізбен құрдаспыз. 77 жылдан бастап, сопыттан бастап мен сіздің шығармашылығыңызды қарап ылғида. Мен сіздің тыңдарманыңызбын. Көп рахмет осыған қатысып жатқаныңызға деп маған шай беріп, сондай құрмет көрсетті. Біздің мемлекетімізде болып жатқан дүниенің өзі, мысалы,
егемендік алуымыз, президенттің болуы, 30 жыл оның кетуі, мысалы қарап отырсақ, барлығы Роза Рымбаеваның эпохасында болған. Ой, нет, я брежневская певица, между прочим, да. Соны айтып С эпохи застоя. Роза Рымбаеваның эпохасында болған дүние. Осындай Қазақстанда осындай егемендік болды деп, Мы там тоже были с тобой. Да. Бәріміз Енді біргеміз бұл ғой. енді халықтың әртісі ғой. Мен әрдайым айтамын, соны мен ойлаймын, Роза Рымбаеваға заслуженный артистканы берген Қонаев. Да. Народный артист сөз берген. Народный артисті берген Қонаев. Москвада правительственный концерт болса, Роза Рымбаевасыз болмайтын. Ең бірінші халықтың махаббаты ғой. Халық өзінің жақсы көрген әншісін ешқандай оның атағына қарамайды. Өзінің әншісін тыңдайды. Оған оның атағы бар ма, жоқ па, абсолютно бәрібір. Сондықтан мен ойлаймын, халықтың көңілінен шығу, халықтың әншісі болу, халықтың әнін айту, халықпен бірге болу, ол ең бірінші бақыт. Қалған атақ не? Мен қазір мысалы атағым жоқ деп те айтуға болады. Себебі мен Қазақ СССР-ның халық әртісімін. Қазақ СССР жоқ. Жас әртістер мысалы, біз бір-бірімізге семьяда көп претензия қоямыз. Мысалы, сенің қасыңда жолдасың тұр, жан-жарың. Біз одан көп нәрсені талап етеміз. Ол да саған өзінше көп претензия қояды. А ол да жас, сен де жас. Әлі ол бірден, барлық дүние бірден бола қалмайды ғой. Сондықтан өмірде көп қиыншылықтар болады. Көп қателер болады. Жалпы бір-біріңізді берегейте деген сөз бар. Өзімнің тәжірибемнен айтайын дегенім, менің күйеуім мені қатты еркелетті. Үлкен дирижер, аранжировщик, композитор. Мен одан 10 жас кішімін ғой. Мен көп еркелейтінмін. Требовала, көп еркелейтінмін. Сол еркелігім мүмкін сол менің балалығым шығар. Себебі мен жаспын ғой. Мен бірден 18 жастан бастап үлкен конкурстар жеңіп, звезда болып шыға келдім. Кейін оқи білім, ми барлығы өсе мүлдем басқаша болар едім. Егер де оқығаннан кейін барып шыққанымда сахнаға деп өзім ойлаймын. Тәжірибе алып барып шыққан кезде дұрысырақ болатын еді деп ойлаймын. Ол кезде көбінесе мен жастығыммен жеңіп кеттім, балалығыммен жеңіп кеттім мен. Рәке, жақсы. Да, вот закулисный разговор. Сахна сыртында осындай әңгіме болады, шай болады. Бізде кездесіп әңгіме айтып шай ішуге де уақыт жоқ. Ойбай, бүгін қызық болды айтпақшы. Бүгін Құдайберген Бекіш екеуміз дуэт айттық. Бірақ та репетиция ән біткен кезде Құдайберген бүйтіп отыра қалу керек те, мен оны тізесіне отыра қалуым керек те. Ол бүйтіп отыра қалды, мен аяғын тізесінің алдына отыра қалған екеуміз тоқ. Әди түсіріп алып, оны Әлиге кетті. Әли там хочет, не может. Менің оқырмандарым, мен жалпы Жеңіс шоудың оқырмандарымен өзіңіздің бүкіл қызықты оқиғаларыңызды айтып бергеніңізге рахмет. Және де жас әншілерге қаншама мағлұмат бердіңіз. Ортамызға Жаңғабайды алып алып әңгімені соқтық еді. Көп рахмет. Душевный болды.